Достар, осы видеоны осыған дейін Q аниме және де қалам арнасы түсірген. Мені түсіремін. Сәлем достар, сіздермен бірге бұл Q бой арнасы. Достар, біздер бүгінгі видеода басынан өткен қорқыныш кезімді баяндаймын. Алдымен лайк басып, арнаға жазылып, подписа деген қоңырауды басып, колокольчикті басып қойыңыздар, сосын комментарий жазыңыздар. Кеттік. 2018 жыл, яғни 4-ші класста мен озат оқыдым. Олимпиадаға қатыстым. Және де сол кезде тәтем мені өзі қыдыртуға алды. Қыдырттық. Сосын сағат түнгі 3-те біз үйге келдік. Сөйтсек, тәтенің достары кілтті өздері алып кетті. Құлыптап кетті үйді. Достар, ойлаңыздаршы, біздер дейтін далада тоңып отырсақ, олар үйді құлыптап басқа жаққа кетіп қалыпты. Чикен бургер жеуге. Прикиньте, бізді аямайды. Сосын біздер дейтін тоңып отырдық. Тоңдым дедік. Сосын тәтем маған туыстарым бар екен айтты. Біз де сосын рейд жүрді. Рейд деген қолына пистолет ұстап алатын қорқынышты адамдар. Біз такси ұстадық. Бірақ та бізде такси ұлықтамады. Сосын бізге бір мас адам келіп, не істеп жүрсіңдер, барыңдар, кетіңдер, полиция шақырамын деді. Біз әйтеуір қашып құтылдық. Әйтсе, ол полиция одан не күтесің ішіп алған адамға? Ол сені ұрып та өлтіруі де мүмкін. Сосын сағат түн болды, 4-ке телефонына 1% ғана қалды. Сағат тәтемнің телефондағы 780 теңгемен соңғы ақшамен туысымыздың үйіне барып ұйықтадық. Мінекей достар, осы видеода осылай болды. Видеоны лайк басып каналға тіркеліңдер. Достар, егер де осының екінші частын шығарғың келсеңдер, көбірек лайк жинап тастаңыздар. Менде қаралым саны аз, сондықтан да жинап берейік көптеген. Сіздермен болған Q-бой. Всем пока-пока, чао.